Қалайсыздар, менің батыр аналарым. Бүгін сіздермен және бір түсінік қалыптастырудың бір тәсілімен бөлісетін боламын. Тегін әрі оңай үй жағдайында. Қараңыздар, бізге қажетті дүниелердің бірі тақтайша, ермек саз, немесе пластилин деп атайық. Кез келген жағдайда бала керекті затын, керекті ойыншығын, керекті ас ішетін, азық түлігін болсын, сұқ саусағымен көрсете білу керек. Мынау маған қажет деген секілді. Соны көбінше осындай ЗПР балдар сұқ саусағымен жұмыс жасауды білмейді. Сондықтан қараңыз, указательный жестиге түсініктірек болсын. Бізге керек ермек саз дедім. Міне кез келген осылай пластилинді домалақша етіп, осылай тақтайшаларға жабыстырамыз. Міне қызықтырақ болу үшін бірнеше түсінен алып, осылай жабыстырамыз. Міне бізде 3 түсін алдық. Енді баланың сұқ саусағын аламыз. Міне баланың сұқ саусағын осылайынан ашып, балаға былайынан бастырамыз. Міне көмек береміз. Үстінен басамыз. Осылайынан бала өзінің сұқ саусағымен көрсету керектігін жайлап сезіне бастайды. Әрине, бірнеше секундтарда бұл керемет бір чудо болып кетпейді, бірақ бірнеше рет әр уақытта қайталап отырсаңыз, балада сезімталдық пайда болады. Указательный жест, яғни сұқ саусақ өте маңызды. Сол кезде бала өзінің қажет дүниесін, мынаны аламын, мынаны бер, ең болмағанда ымдап түсіндірсе де, орасан зор көмегін береді. Келесіде мен сіздермен бала тек қана атына қарау, не болмаса сұқ саусақпен жұмыс жасау, сонымен қатар бер, ал дегеннен басқа етістікпен, яғни бала жүріп, тұру секілді сондай әдіспен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, алыстамаңыздар. Ақпарат пайдалы болып жатса, лайк басып, парақшама жазылып қойыңыздар.